Сәлем баршаңызға. Бүгін өте жұмсақ әрі дәмді булочки дайындайтын боламыз. Ішіндегі салмасы шұжық пен сыр. Каналға жазылуды ұмытпаңыз, алда көптеген жаңа рецепттер болады. Ыдысқа жылы сүтімізді құйып, үстінен 2 шай қасық қант саламыз. Сосын 2 ас қасық құрғақ дрожжиімізді саламыз. Оның кішкене бөлігін салып, жақсылап араластырамыз. Бұл біздің апарамыз болатын болады. Апарамыздың бетін жауып, жылы жерге 10 минутқа қойып қоямыз. Жұмыртқаға қалған қантымызды салып, тұз салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Әппақ болып көтерілген жұмыртқамыздың үстіне үй температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып тағы да араластырамыз. Сосын дайын апарамыздың үстіне осы жұмыртқалы массамызды құйып, оны да араластырамыз. Ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның мөлшерін берілген мөлшерден көбейтпейміз. Дайын қамырымызды шар ретінде жасап, ыдысымыздың жан жағына сұйық май жағып, бетін жауып, жылы жерге 40-45 минутқа қойып қоямыз, көтерілгенше. Көтерілген қамырымызды 2-ге бөліп, әр бөлігін 8 бөлікке бөлеміз. Әр бөлігін сопақша формасына келтіріп, 5-10 минутқа демалдырамыз. Ешқандай ұн сеппей, таза тақтаның үстіне бөліктерін сопақша етіп жайып шығамыз. Салмасын, яғни шұжық пен сырды бойына тізіп шығамыз. Салмасын өз қалауыңыз бойынша ауыстырсаңыз да болады. Тіпті тәтті тоқаш ретінде пісірсеңіз де болады. Шет-шетін бекітіп ораймыз. Сосын оны дөңгелек формасына келтіріп, тағы да орап шығамыз. Бетіне жұмыртқа сарысына 2 ас қасық сүт қосып, жағып шығамыз. Әсемдік үшін күнжут сепсеңіз де болады, бірақ бұл өз қалауыңыз бойынша. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут қызарғанша пісіреміз. Өте жұмсақ әрі дәмді болып піседі. Мерекелік дастарханыңыздың да сәнін келтіреді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Құндызай.